орасан. Сан жетпейді жырға қосып санасам, адам түгіл ағаштар әулие, сулары да ойда қырда орасан. Мен елімді сүйемін, иә, сүйемін. Сүйем, оны мұң құшып, мың аймалап, одан асқан жер бар ма, шырайлабар. Демекші, жазиралы Жаркент сұлулығы талайды тамсандырары анық. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, желі қолданушылары. Жаркент қаласының 140 жылдығына орай сырға толы құтты мекен Жаркент атты тарихи сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Жазиралы мекен Жаркент. Көркіне көз тоймайтын сұлу табиғатқа көз салсаң, оның шырмауына байланып, шырынынан қанығарсың. Талай дүлдүл осы топырақта дүниеге келіп, талай батыл найзаның ұшымен, білектің күшімен бабадан қалған мол мұраны бүгінгі ұрпаққа көздің қарашығындай сақтап, аманат еткіп жеткізбек пе еді. Қасиетті алтын бесік қойнауында жатқан қатпар-қатпар тарихы бар бұл өлкенің құт берекесі суы мен жерінде, тамылжыған табиғатында. Бұл мекен табиғаттың тылсым кереметі төгілген киелі құт қонған жер. Сонау 1643 жылғы Орбұлақ шайқасынан бастау алған тарихи қала қазіргі таңда туристердің құтты мекеніне айналған. Жаркент қаласы Қытай Халық Республикасының Шыңжаң өлкесіндегі байырғы қалалардың бірі. Қазіргі таңда Алматы облысы Панфилов ауданының орталығы. Облыс орталығы Талдықорған қаласының оңтүстік шығысқа қарай 289 километр. Алматы қаласынан солтүстік шығысқа қарай 331 километр жерде. Іле өзенінің аңғарында. Жетісу Жоңғар алатауынан бастау алатын Өсек өзенінің сол жағалауындағы бұта, шіліктал, аралас бөтеге, сұлыбас, сарсазан, тағы басқа әртүрлі астық тұқымдасты шөптер өскен қоңыр. Шалғын топырақтары шалғын жазықта орналасқан. Тұрғыны 41.120 адам. 53% ұйғыр халқы, 38% қазақтар және қалған 9% орыстар мен басқа ұлт өкілдері. Шоқан Уәлиханов 1856 жылы Шығыс Түркістан саяхат күнделігінде атты еңбегінде қазіргі Жаркент өңірінде болған кезін суреттей келе, Жаркент қаласы Түркістан өлкесіндегі қалалардың ең үлкен екен. Қала шеңбері 25-30 шақырым, оның 5 дарбазасы, 4 керуен сарайы болған. Онда 33 мыңға жуық адам тұрған. Өсек өзенінің жағасында аяулаудау лаж болмады. Шынында да айналасында құм мен тас, тым болмаса бір шөп болсашы, үй тіккендей таза орын өзен төңіректі барлап таба алмадық деп жазған. Шоқан өткен осы жерде 1882 жылы Жаркенттің іргетасы қаланған. 1891 жылы қала болды. Бастапқыда негізінен ұсақ колониялар мен сауда-саттық қаласы болған. 1928 жылдан аудан орталығы болды. Осы кезде жаңа кәсіпорындар ашылып, құрылымдар салына бастады. Қала 1942-92 жылдар аралығында Кеңес одағының батыры Панфиловтың есімімен аталды. Қалада бірнеше орта мектеп, педагогикалық мектеп, мешіттер, кітапханалар, мәдениет үйі, аурухана, емхана, стадион, ірі сауда орталығы, тағы басқа мекемелер бар. 1979 жылы сәулет өнерінің музейі ашылды. Жаркент арқылы Алматы Харкос, Үрімші автомагистралы өтеді. Сол ықылам заманнан бүгінгі күнге дейінгі сақталып келген Жаркент орталық мешіті. Бұл жерді қасиетті мекендеуге болады. Мешіт құрылысы кезінде бірде-бір шеге немесе темір ұстатқыштар қолданылмаған. Тек ағашпен ою өрнектеліп, әсемделген. Бағандар тастарға орнатылған. Ерекше телім тастармен тегістеліп және шеңбер түрінде келтірілген. Кешеннің тағы бір негізгі бір бөлшегі болып, мешіт мұнарасы салынған басты кіру порталы болып табылады. Оның жазулары қылқаламмен жазылған. Тағы бір ерекшелігі, мешіттің бой көтеріп тұрғанына 2 ғасырдың жүзі болды да, әлі де бір табиғат құбылысына тырп етпеген.
Бір жағынан Алланың үйі десек, екінші жағынан мешітті тұрғызған адам да қасиетті адам болған деген болжау да бар. Жазиралы Жаркент қасиетті ұлы мекен екеніне осындай көркем жерлері дәлел болары анық. Дегенмен әлі де тілге тиек етпеген көркем жерлері қаншама. Тамаша табиғат іздеп, шет араласып жүргендер өз туған өлкесінде осындай құтты мекендерді неге біліп, танып мақтанбасқа деген ой тастағым келеді. Кең байтақ еліміздің әсем табиғатын мақтан тұтайық ағайын. Назарларыңызға рахмет.